Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ауызашарға етті бәліш дайындайтын боламыз. Бізге керегі жылы су, қопсытқыш, тұз және сұйық май. Осыларды жақсылап араластырып, елегіштен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейміз. Достар, бұл пирог өте дәмді болып шығады. Бізде отбасымызбен барлығымыз осы пирогты сондай сүйсініп жедік. Сол себептен сіздерге де осындай пирогты жасап көріңіздер деп кеңес беремін. Енді дайын болған қамырымызды шамамен 10-15 минутқа осындай целлофанға салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Бізге керегі тартылған сиыр еті, картоп, 40 қабат және осындай бір үлкендеу пияз қажет болады. Картопымызды өте жұқа етіп, ұсақ етіп турап шығамыз. Сол кезде пирогымыздың ішінде жақсы пісетін болады. Осыны үлкендеу ыдысқа салып, 40 қабатымызды да осылай турап шығамыз. Менде үйде бары осы ғана болған екен, сол себептен сіздер рецепт бойынша жасаңыздар міндетті түрде. Осылай 40 қабатымызды да өте ұсақ етіп турап шығамыз. Мен пияздың тек жартысын ғана қостым. Сіздер бір үлкен пияз қосыңыздар. Сол кезде пияз ол пирогқа өзіндік жаңағыдай согын береді дейді ғой, орысша айтқан кезде. Пирогтарыңыз сіздердің сочный болып шығады, өте дәмді болып. Сол себептен ол пияздың да жаңағыда атқаратын рөлі жақсы. Сол себептен үлкен пияз қосыңыздар. Оны да өте ұсақ етіп турап шығамыз. Енді тартылған етімізді қосып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш себеміз. Және сұйық май қоссаңыздар болады. Кейбір кісілер енді сұйық майдың кішкене дәмі бар деп ойласаңыздар, онда сары май қоссаңыздар болады, алмастырып орнын. Сары май бөлме температурасында болғаны дұрыс. Оны қосып, осылай жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын болды. Енді тоңазытқышта қамырымызды шығарып, қолымызбен бір қайтарамыз. Яғни тағы бір рет илеп жібереміз. Оны екіге бөлеміз. Үлкендеу жағы ол пирогтың астыңғы қамыры болады, ал кішірегі пирогтың үстіңгі қамыры. Енді сол үлкендеу жағын жайып шығамыз дөңгелек етіп. Қамырымыз жұқа болады жайған кезде. Сіздер қорықпаңыздар, себебі бұның құрамында қопсытқыш болғандықтан қамырымыз міндетті түрде көтеріледі. Яғни қатты болып қалмайды. Енді қамырымызды жайып шықтық. Оқтаудың көмегімен осылай жинап аламыз қамырымызды. Мен осындай дөңгелек форманы таңдадым, диаметрі 24 сантиметр. Астына пергамент қағазын төсеп, қамырымызды осылай жайып шығамыз. Жан жағын осылай жабыстырамыз қамырымыздың.
Енді салмамызды салып, біркелкі етіп, салмамызды жайып шығамыз. Енді үстіңгі қамырын тағы да осылай дөңгелек етіп жайып, дәл ортасын осылай дөңгелек етіп кесіп аламыз. Сол кезде біздің пирогымыз өте дәмді болып шығады, яғни жақсы пісіп шығады, ортасына ауа барып. Енді осылай жан-жағының барлығын қолымызбен жабыстырып шығамыз, ешқандай ашық жері қалмауы керек. Оған дейін біз пешімізді 180 градуста қыздырып аламыз. Қызып тұрған пеште пирогымыз шамамен 1 сағат 10 минуттай пісіп шығуы қажет. Одан ұзақ тұрып қалмасын, себебі ұзақ тұрған сайын ол өзіндік согын жоғалтатын болады пирог. Сол себептен 1 сағат 10 минуттай пісіріп аламыз. Енді осы пирогымыздың үстін жұмыртқаның сарысымен жақсылап жағып шығамыз. Пешімізге салып, жақсылап пісіріп аламыз. Жаңағы айтып өткендей 1 сағат 10 минуттай. Біздің пирогымыз пісіп шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, достар. Өте дәмді болып шықты. Сіздерге жаңа рецепт ұсынған Ақбота Садыкова.